Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біз алдыңғы сабақта Python программалау ортасында PyGame'ді импорттауды үйрендік. Терезе жасауды үйрендік. Енді бүгінгі тақырыпта сол терезеге фон таңдау және ойын кейіпкерлерін таңдауды үйренеміз. Сабақтың мақсаты ойынның артқы фонын жасау және дайын кейіпкерлерді ойынға жүктеу. Терезені скриндеп алдық және терезенің өлшемдерін қоямыз. Фон. Біз терезені скриндеп алдық. Терезенің өлшемдерін қоямыз. 800 - 600. Және оның терезені белгілі бір түске бояу үшін түстерді біз береміз. Яғни ақ және қызыл түсті таңдадық. Ақ түс дегеніміз бұл 255, 255, 255-ге дейін. Яғни бұл RGB түстік модельдің ең максимал мәні. RGB деген бұл Red, Green, Blue. Яғни қызыл, жасыл, көк. Осы көк түс бұл түстік модельге кіреді. Егер қызыл түсті алғымыз келсе, онда біз қызылды 255 максимал мәнін аламыз, жасыл мен көкті 0 деп қалдырамыз. Және экранды аққа бояу командасы. Бұл жерде түстер туралы қосымша мәлімет бере кететін болса, кез келген графикалық редакторды ашсаңыздар, бұл жерде міне қызыл, жасыл, көк 0 болып тұр. Үшеуі себебі қара түс. Үшеуде 0 болған кезде қара түс пайда болады. Және үшеуінің мәні біз түсіміз ағарады. Яғни үшеуі максимал мәнге жеткенде ақ түске боялады. Және басқа түстерде де, мысалы, кез келген бір көк түсті алайық. Әзірше 3 түс бізде максимал мәнінде тұр. Егер азайтатын болсақ, мына цвет заливка деген 4 бұрыш қарап отырыңыздар. 3 түстің мәні азайған сайын түсіміз қоюлана бастайды. Және 3 түсте 0-ға тең болғанда түсіміз қараға боялады. Түсті біз тереземіз аққа боялады бұл командадан кейін. Және суреттерді орнату. Бізге кейіпкер таңдау керек ойынға. Оны біз сурет түрінде жүктей аламыз. Суретті көрсету үшін программада Bleed әдісі қолданылады. Bleed координатасы 0 болатын скринде сақталған суретті экран бетінде жылжытуға мүмкіндік береді. Экран өлшемін, яғни тереземізді 800 - 600 деп алайық. Артқы фонды кез келген түсті таңдауға болады. Артқы фонды таңдайық. Одан кейін сурет ретінде, яғни кейіпкер ретінде біз кеңістік кораблін алайық. Артқы фонға Сатурн суретін орнату дейтіні жасап көрейік.